Айтыңыз, мен тыңдайын. Сіздің әңгімеңіз қызық шығар. Қызығайын. Мен бар ғой, соңғы кезде мынау енді той туралы көп айтып жүрміз ғой. Сол тойда біздің қазақ әжелері де, қыздары да, ұлдары да билейді, жақсы билейді. Қазіргі современный би ғой, енді ол бүйтіп жарасып ақ тұр. Жарасатыны бар, жараспайтыны бар. Енді менің ойыма қазір келіп тұрғаны, біз бірінші кезекте қазақ тілі деп атырмыз. Ал қазақ тілі тек қана қазан ошақ басында емес, әнмен, күймен, бимен, адамның өзара қарым қатынасымен, тәтті, дәмді асымен, өзінің өрнегімен келетін сөз ғой. Бұл қазақтың өте шебер адамдар болған ғой. Қазақ дегеніміз шебер халық қой, тілге де, философия. Тіпті бір ауыз сөзбенен әкесінің құнын кешкен дейді. Сондықтан енді осы сөзден біз кенде қалып атқанымыз белгілі. Соны қазір қолға алып жанашырлар айтып жатыр. Ал енді оны айтқанда не қылса да оқу керек, ойпырмай ана сөзді жаттау керек емес. Соны кәдеге ашырып, өзіміз соны пайдалана білу керек. Ал енді менің бүгін бір айтпағым. Айтыңыз. Иә. Осы тойда билегенде құр секіріп билемей, біз қазақтың әнімен, халықтың әнімен, соның күйімен билесек, бұл қазақ тілі одан әрі дамыр еді, одан әрі бойымызды көркейтіп, әсемдеп, өзімізді жетілдіре түсер еді. Мысалы, қазақтар енді бір-біріне айтатын ойын осы қимылмен де білдірген. Сырғаның сылдыры деген бар. Баяғыда мен өзім музейде қызмет істеп жүргенде сырғаның сылдыры деп кеш өткізгем. Әдемі сұлу қыздар шай қойып отырып, сырғасымен бүйтіп бір сылдыр ете түскенде, бүйтіп қалғанда жігіттеріміз өзі оға қоятын. Енді сол сияқты бейді, өлеңнің де әрбір сөзі бір мән береді. Терең мағына береді. Терең мағына береді, мән береді, ұғындырады айтам деген пікірін. Сондықтан соны біз кішкене қолға алып бір көрейікші не шығар екен. Мысалы, сен биге күштісің ғой, биді жақсы. Ал, давай бименен бір ауыз өлең айтып жүріп осылай. Аралап талай жердің дәмін таттым. Га-ку-га-га-гай, га-ку-га-га-гай, га-ку-гай, га-ку-гай. Га-ку-га-га-гай, га-ку-га-га-гай, га-ку-гай, га-ку-гай. Алтын қайық жарасар, түймесінен, наздан алмас сұлу қыз, сүймесінен ай. Тағы Га-куды айттың ба? Аралап талай жердің дәмін таттым ай. Налымайларайдым дадылдаттым ай. Жетсін деп остау дауысым га-куіне. Аққузы қайтқаны қалдай ай, қаңғылдаттым ай. Га-ку-га-га-гай, га-ку-га-га-гай, га-ку-гай, га-ку-гай. Басында қамажайдың бір тағы айрылып, қамажайдан болдым күлкі. Айрылып қамажайдан жүргенімде келеді-ау, қай жағымнан ойын күлкі. Ах-ау, қайры-лила-лила-лила қамажай, қалдау кейін сәулетайым. Ах-ау, қайры-лила-лила-лила қамажай, қалдау кейін сәулетайым. Саржайлау. Саржайлауды білесің ғой, айтып жүрші. Саумал бұлақ балдайдарың, салқын самал баурайларың. Аялаған бен туған жер,
сағындырған сар жайлауым. Саумал бұлақ балдайдарың, салқын самал баурайларың, саялаған бер туған жер, сағындырған сар жайлауым. Әй, қаттырдық екеумізді. Дайындамай да осыншама өлең айтты. Негізі бар ғой, жаңағы қазақ тілі деп жатырмыз ғой. Қазақ тілі осы ән, би, киім дегенде не қылса да, әлгі бешке күн қамзөлдерін киіп алсақ қазақ боламыз, әйтпесе қазақ болмайды екеуміз деп емес. Бүгінгі заманымызға сай, жаңа Қазақстанның, жаңғырған қазақтарының, өзіміздің ұлттық нақышымызбен киіне беріп, әдемі қартайып, әдемі өсіп жетіліп, немерелерімізге жақсы әдемі тілмен жақсы ертек айтып берсек, бұл бір тамаша ғанибет емес пе? Өте тамаша. Мен сені ендігіде осыны жалғастырып, тамаша жақсы осындай хабар беруге шақырам. Ой, рахмет. Хабарыңызға дайынбыз. Сізге өте көп рахмет. Осындай кейінгі ұрпақтарымызға үлгі өнеге қалдыру. Кейінгі ұрпақтарға салт дәстүрімізді ойына сіңіру біздің мақсатымыз. Сол мақсатымыз орындала берсін. Орындалады.